Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызды алда келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер қыз-келіншектер мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Мерекелік дастарханға арналған арнайы 8 санының формасымен жасалатын вупи пай тортын жасаймыз. Видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз коржын жасап аламыз. Ол үшін бізге шекер, жұмыртқа, ұн қопсытқыш, какао және шоколад пен сары май қажет. Сары май менде 82%. Алдымен ыдысымызға 4 жұмыртқамыз бен шекерімізді салып, миксермен ақ массаға енгенше жақсылап шайқайтын боламыз. Жұмыртқа мен шекерімізді осындай ақ массаға енгенше миксерлейміз. Одан кейін еріген сары майымыз бен шоколадымызды қосамыз. Ол міндетті түрде салқын болу керек, не болмаса бөлме температурасында болуы қажет. Ыстық күйінше құйып қоймаңыздар. Енді ұнымызды қосамыз. Ұнымызға ұн қопсытқышты, какаоны қосып, барлығын електің ішінде араластырып аламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізуге кеңес беремін. Сол кезде біздің корждарымыз үлпілдек, биік болып шығады. Енді барлығын бір келкі болғанша миксермен араластырамыз. Біздің қамырлы массамыз дайын болды. Енді оны пісіреміз. Алдымен трафареттің көмегімен пергамент қағазына 8 формасын сызып аламыз. Әрмен қарай массамызды кондитерлік қалташаға салып, осылай видеода көрсетілгендей жаймендеп жағып шығамыз. Бетін қасықпен тегістеуді ұмытпаңыздар, және қызып тұрған пеште 180 градуста 8-10 минут аралығында пісіріп аламыз. Біздің корждарымыз дайын болды. Енді олар суылғанша біз кремін дайындаймыз. Бізге творожный сыр қажет, сүзбелі ірімшік және шекер. Екеуін миксермен бір келкі болғанша миксермен араластыратын боламыз. Енді біз бұлардың үстінен 33% сливки, яғни кілегейімізді қосамыз. Кілегейіміз қоюланғанша миксердің көмегімен араластырып аламыз. Миксердің ең жай жылдамдығынан бастағандарыңыз дұрыс. Біздің креміміз дайын болды. Енді тортымызды жинауға кірісеміз. Подложкамызға кремнен кішкене жағамыз. Өйткені біздің корждарымыз жылжып кетуі мүмкін.
Коржигімізді қойып болған соң, олардың үстінен видеода көрсетілгендей шариктар жасап шығамыз. Ол үшін бізге кондитерлік қалташа керек және арнайы 807 насадка. Егер сізде насадка болмаса, кондитерлік қалташаның көмегімен осылай жасай беруге болады. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, дәл қазір каналыма тіркеліп кетіңіз және жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Тортымызды жинап болдық, енді оны сәндеуге кірісеміз. Мен жеміс жидектермен әсемдедім. Қаласаңыздар шоколадтармен әсемдесеңіздер де болады. Біздің мерекелік дастарханға арналған вупи пай тортымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Міндетті түрде жасауға кеңес беремін, өйткені дәмі өте нәзік болып шықты. Сіздерге ұнарына сенімдімін. Сіздермен бірге болған Арайлым.